Саламатсыздар ма оқушылар? Оқушылар, сөзін естігенде көздеріңізге не елестейді? Ойларыңызға қандай сөздер келеді? Ендеше оқушылар, сөзіне қатысты 5 сөз, 5 сурет ойластырып көріңдерші. Жарайсыздар оқушылар. Көбіңнің ойларыңа осындай сөздер келген болар. Мөлдір, түссіз, бу, дәмсіз, сұйық. Тамаша, керемет. Көздеріңізге осындай суреттер елестеген болар. Қатқан мұз, тау жиегіндегі көл, сарқырап аққан сарқырама, стақандағы су, тамшылаған жаңбыр. Оқушылар, мына видеоға назар аударайық. Оқушылар, осы видеодан нені байқадыңыздар? Жануарлардың, құстардың әртүрлі әдіспен су ішуін байқадыңдар. Яғни, жануарлар да адамдар сияқты суды қажет етеді. Ендеше, Сейіл Боранбаевтың жануарлардың суды қалай ішеді өлеңімен танысайық. Сейіл Боранбаевтың өмірбаянымен таныс болыңыздар. Жылқы жан-жағына елеңдеп, үзіп-үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп-жүзіп ішеді. Себебі не сондағы? Тым талғампаз болғаны. Қой бас алмастан сіміріп, демде қанып алады. Томпаң-томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы? Адал момын болғаны. Түйе ұзын мойнын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық мейлің асықпа, тұрып ішеді. Себебі не сондағы? Сабырлы нық болғаны. Ешкі қойларменен таласып, иықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не сондағы? Ұшып қонба болғаны. Сиыр қара мұның айласын байқап ішеді. Шаңырақ мүйіз дәубасын шайқап ішеді. Себебі не сондағы? Сәл мазаңдау болғаны. Ит шашыратып шығындап, жалап ішеді. Жан-жағына ырылдап, қарап ішеді. Себебі не сондағы? Тым қызғаншақ болғаны. Мысық көзін жұмып көлгірсіп, жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап ішеді.
Себебі не сондағы? Сонша сараң болғаны. Оқушылар, жаңағы оқыған өлең бойынша жануарлардың қалай су ішетіндерін дәптерлеріңе жазып алыңыздар. Жылқы қалай ішеді, қой қалай ішеді, түйе қалай ішеді, ешкі қалай ішеді, сиыр қалай ішеді, ит қалай ішеді, мысық қалай ішеді. Оқушылар, енді жауаптарыңды тексеріп көріңіздер. Жылқы қалай ішеді? Үзіп-үзіп, жүзіп-жүзіп ішеді. Қой қалай ішеді? Сіміріп ішеді. Түйе қалай ішеді? Мойнын бұрып тұрып ішеді. Ешкі қалай ішеді? Иықтасып, тиіп қашып ішеді. Сиыр қалай ішеді? Байқап-байқап, шайқап-шайқап ішеді. Ит қалай ішеді? Жалап-жалап, қарап-қарап ішеді. Мысық қалай ішеді? Жалап-жалап, санап-санап ішеді. Оқушылар, жауаптарыңыз дұрыс болды ма? Оқушылар, оқыған өлең бойынша берілген сөздікпен таныс болайық. Сіміріп, тоқтамастан ішу деген мағынаны білдіреді. Ұшып қону, ұшқалақ бір орында тұра алмау деген мағынаны береді. Оқушылар, оқулығымыздың 92-ші беттегі берілген суретпен жұмыс жасайық. Суретте көрініп тұрған барлығы сусындар. Оқушылар, суреттегі сусындарын біреуін таңдап, дәмін, түсін сипаттап, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.